Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті жамағат, құрметті тыңдармандар. Сондай көптеген сұрақтар келіп жатады, және де бұл сұрақ өте үлкен бір проблемаға айналды халқымыздың арасында. Ол проблема ажырасу проблемасы. Жас отбасы құрғаннан кейін ол міндетті түрде өзінің отбасын сақтап қалу керек, өзінің некесін сақтап қалу керек. Ол үшін бізге не керек? Өшіргіш деген нәрсе керек. Мен сіздерге бір оқиға айтайын. Бір кезде бір жас жігіт үйленеді, сөйтіп оның әкесі үйіне келіп өсиет айтуға келеді. Әкесі айтады: балам, маған бір қағаз, қалам және де өшіргіш алып кел дейді. Баласы төменге түсіп, қағаз және қаламды алып келеді, бірақ өшіргіш таппайды. Әкесі айтады: балам, өшіргішті барып дүкеннен сатып алып кел дейді. Баласы дүкеннен барып өшіргіш алып келеді. Сөйтіп баласына айтады: жаз дейді. Баласы жазады, әкесі өшір дейді. Одан кейін өшіреді. Түсінбеген баласы айтады: әкешім, неге жазып, одан кейін өшіреміз дейді. Сонда әкесі үндемей жаз. Жазады, одан кейін өшір дейді. Өшіреді. Бірнеше рет қайталайды. Сондай баласы шаршағаннан кейін айтады: әкешім, осының мағынасы не? Мен жазам, өшірем, бұның мағынасы не дейді. Әкесі жаз және өшір дейді. Жазады, өшіреді, жазады, өшіреді. Шаршаған баласын қарап, иығынан ұстап: балам, үйлену дегеніміз осы. Сенің үйленуіңе осындай өшіргіш керек дейді. Қыз жақтан болсын, жігіт жақтан болсын, қателіктер кетуі мүмкін. Неше түрлі қателіктер кетуі мүмкін. Сол қателіктерді жүрегімізге сақтап қалмай, оны не істеуіміз керек? Біз өшіруіміз керек, өшіргіш керек осы кезде. Бүгін ұрсып қалдыңыз ба? Онда ертесі күні дым болмағандай жүре салыңыз, оны өшіріп тастаңыз. Осыменен біз өзіміздің некемізді сақтаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахих хадисте не дейді? Сендердің ең көріктілерің көркем мінезі көрікті болғандарың дейді. Ал ең жақсыларың үйдегілерге жақсы көркем мінез көрсеткендерің дейді. Уахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.